Фатиха сүресін толық оқып біттіңіз. Фатихадан кейін амин дедіңіз да бір сүре бастадыңыз. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад дедіңіз, болды. Ары қарай ештеңе түспей жатыр. Енді тұра берме. Лам ялид ва лам юлад десең, одан бетер намаз бұзылады. Сол тұрған орныңызда Аллаху акбар деп сәждеге кете бересіз. Намазды қайдан үйренеміз? Мешіттен. Нұрлан ата дейді, айналайын сөзіңнен, ата болайын саған жаным, елге ата болайық, рахмет. Қалай сізбен жеке сөйлесуге болады? Жеке сөйлесіне жаза беріңіз өшіре жаным. Аккаунтқа жазыңыз. Егер ұяттың қайсау жауап болса, жекеге жазып беріңіз. Бірақ жекеге ұзақ жауап уақыттан кейін жауап бере аламын. Скорейше поздравление и восстановление. Рахмет жаным. Алла разы болсын. Күйеуім екеуміз екі жақта жүрміз. Айырылысып, ата ене кесірінен екі қызымыз бар дейді. Ата ене емес, сенен де бар жан. Вот адам мойындай білу керек. Сен идеальный болсаң, егер сені ақың аяққа таптамайды жаным. Жалғыздың жары Құдай дейді қалқымыз. Сенің ақыңды таптап, Алла тағала сол еркекті сайраңдатып қоймайды жаным. Сондықтан сенен де бар шығар. Соның енесін не айтасың? Соны не істеуіміз керек онда? Сен екеуіңді қосайын деп мамаларын қарттар үйіне өткізіп жібересіңдер ме? Не істейсіңдер? Вы надоели деп дом престарелых может сдадите. Не істейсің? Жаным сол. Сондықтан не бір ата-аналары бар, не бір зұлымдар бар. Мен бәрі жақсы дей алмаймын. Бірақ қалай болғанда да отбасын сақтау, оған ол дін бірінші орында тұрады. Дінді біліп те адам баласы Құдайдан қорықпай, шынайылығы болмай, ихсаны болмай, Ринат Зайытов айтпақшы, 80%-ің ішіне кіріп жүрген адамдарда баршылық жоқ емес. Оны өтірік, ондай жоқ деп айтамаймыз, бар ол. Сондықтан шынайылық берсін жаным. Намазды қалай үйренеміз? Мешіттен үйренесің. Ақшам намаздан кейін жұма басталады. Біздер үшін білісіңдер айтып беріңіз дейді. Ақшам намаздан кейін жұма басталады. Біздер үшін ағаймысыңдар. Асырдан кейін басталады деп айтады. Біреулер ақшамнан кейін де басталады деп айтады. Құптан намазын кешігіп оқыса бола ма? Мен мысалы құптан намазын оқуым қолым тимей 11-12-лерді оқимын. Жақсы. Таң намазына дейін оқысам болады. Ұстаз, намаз оқып, тұрып, қателесіп, қате оқып кетсең қаза бола ма дейді. Қате оқудың мағынасын көру керек. Мағынаны өзгертіп, ойыңдағы жоқ, Құрандағы жоқ нәрселерді қосып, бір сөзбен ауысып кетеді, мағына өзгерсе ғана бұзылады. Әйтпесе, Алла туралы болмасын. Үйренесің, бастай бер. Мешіттерде ақша салынатын құтыға ақша салсам бола ма дейді. Қабыл болсын. Қарақалпақстан, алейкумассалам. Россия елінен дұғай сәлем. Нұрлан мырза, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Ауырып отырсыз ау дейді. Алла разы болсын дейді Россия елі. Біздің көршіміз. Изменшік күйеу туралы не айтасыз дейді. Қой деп айтам, жаман деп айтам, күнә деп айтам, қой деп айтам. Мешітке алып келіп біраз сабақ оқыт оған. Ақиқа садақасы сүннет бе дейді. Сауапта мал, бірақ сүннет дегенде жаңағы бір жанын жылып жейтін сүннет емес. Яғни өліп қалатын дәрежеде, жағдайы жоқ болса қарызға кіріп, кредитке батып, ағайынмен ұрсып. Көп жерлерде біз осы Құдай ас беріп біткенше, мен Құдай туралы бір айтайыншы, мен жақсылап естіп алыңыздар, лажы келсе жазып алсаңыздар да, тек ризамын осыны таратып жіберсеңіздер де. Құдай ас беретіндер. Өлген адамның жылын, қырқын, жетісін, қонағасын беретіндер. Және басқа да аруақтарға бір садақа деп Құран оқытып мал соятындар. Сол асты беріп біткенше өзі ниет қалай болады бізде? Бірінші Құдайдың ризалығы үшін болады. Ол бір. Сауапты марқұмға бағыштаймыз. Бұл екі. Ал енді осы екеуін дұрыстап өткізе алмайтын қаншама адам бар, білесіздер ма? Қалай дейсіздер ғой? Ас беріп біткенше біз ағайынмен ұрысып бітеміз. Еркектер әйелімен боқтасып бітеді.
басты сен айыр, жағын сен құйқала, сен сой, мен сой, сенікі міндет, менікі міндет, мен ойнап отырма деп әйел бақырады, мен жүрмін ба деп еркек бақырады, сөйтіп қырылысып бұл мал сояды. Одан кейін мал сойып біткеннен кейін енді қонақ шақыратын кезде двойной қырыныс. Ай, ананы шақыр, мынаны шақырма, ол бізді берді, өткенде бермей қойды, ол шақырған жоқ, мен неге шақырам, бүйтпеді, сөйтпе. Міне әлі Құдайға жеткен жоқпыз әлі біз. Енді келеді. Келген шақырғаннан келіп қызмет жасайтын ағайын бар. Келмаса оған ұрсады. Ағайындарды теріс қайрайды, балаларға жаман сөз айтады. Осының бәрі қаншалықты дұрыс нәрсе? Қалай ойлайсыздар? Өзі Құдайы астың өзі ұрыссыз, қырлықсыз болу керек өзі. Құдай үшін болмай ма? Жо міндет па біреудің Құран оқытқаны? Қалай ойлайсыздар? Одан кейін шақырған кезде қонақта тістеп, шұқып, бір-біріне әңгіме айтып, бұл шұқып, прикол ұстап ағайындармен, қалжыңдасып, жеңгелермен, ағаларымен ұрысып жүргендер қаншалықты сол Құдайға, сол Құдайы аспенен, Құдайға жақындайсыз ба сондай аспенен? Қалай? Бізде жоқ. Құдайларымыз бәрі идеальный бола ма? Жоқ, ондай емес біздікі. Ұрысып, төбелесіп, ол біреу кешігіп келеді, біреу келе алады, біреу келе алмайды, келмегенде қарғап, келгенде ұрысып, біреуге жағымпазданып, сонда осы Құдай ас бола ма? Құдай астың ағайынмен ұрысып, әйелмен жағаласып, салатқа кірісіп, мынандай сен салат істе, мынандай істеме, дастарханың мындай деп, біз өз арамызда қырылысып бітсек, сонда ағайынның жиналған кездегі астан сауап болады деп ойлайсыздар ма? Жоқ, сол Құдайға, аруаққа жағатын ас бола ма? Әлбетте дұрыс болмайды. Сол үшін Құдайы ас беретін ардақтылар, Құдайға аспен, тамақпен емес, қабағыңызбен ағайынға дұрыс, тату тәтті мәмілемен жақындайсыз, ғибадатың болса, иманың басында тұрып. Қанша Құдайға барып жүрмін ғой мен. Біткенше ұрсып, төбелесіп, ең соңында молда келемей қалса, молдаға тиісіп, молданың сонан кейін жаңа пакетін аңдып, бола ма сол? Күйеуім жай, ерлі зайыптардың ұрысынан соң дейді, 3 талақ беріп тастады. Енді не ажыраспайды, не жөн жолын іздемейді. Мен перзенттермен төркінде отырмын. Осылай еркектерге ақыл аңызды айтыңызшы дейді. Талай айтып жатырмыз алтыным. Сен енді бар енді. Қандай сөздер айтым? Жақын жерде мешіттен нақтылада, содан барып семьяны қос. Ол қырғыздарда бір сөз бар, гангірбаш деген. Сол сияқты бір гангірбаш болып, оның сөзін аңдып, ол сондай жасама жан. Бала туылғанда садақа беріле ма дейді. Бер. Сонда садақа беру үшін бала туылу керек пе? Туылғанша күтіп жүрген бе? Тумаса ше? Бермеймін онда. Болмаса сол садақаны бере бер. Атаң қазақ үйреткен, тәрбие берген. Сауыңда садақа бер деген жан. Сауыңда бере бер. Садақа деген оның тек қана ақша беру емес. Күллі мағруфин садақа. Барлық жақсы іс садақа. Мына күлімсіреудің өзі садақа. Ассалаумағалейкум деп қазақ қолын көкірегін қойып амандасқан, бұл садақа. Көз қолынан келсе біреуге жақсылық жасау, ол садақа. Ішкі дүниені жақсылыққа бет бұру, шынайылыққа алып келу, сол садақа. Ағайынмен амандасып, қолын ұстап, бүйтіп жақсы, бүйтіп қолын бүйтіп ұстап тұрып, жақсы пейіл айту, бұл садақа. Сыртынан бір-біріне дұға қылу, бұл садақа. Садақа деген ақша беру ғана емес. Жетімнің басын сипау, ол садақа. Жалғыз өзім намаз оқу алдында қамат айту парыз ба дейді. Қамат айту парыз емес, қамат айту сүннет болады. Жалғыз оқыған адамды айтады, жамағатпен болған адамды айтады. Марқұм болған әкеме туған күнінде жағдайыма қарай Құран оқытып жіберсем бола ма? Құран оқытып жіберудің басы сен өзіңнің Құраныңмен болу керек жан. Молданың Құраны ол Алла үйінің қызметшісі. Біз малды чабан бағат, машинаны шофер жүргізіп, Құранды тек қана молданың жұмысы қылды. Жоқ. Молда ол пенде, ол идеал емес, ол адам ол.
Ол оқиды, Алланың үйінің қызметшісі, жақсы қабыл болсын. Жағдайың болса істе, жағдайың болмаса істеме. Бірақ Құранның ең жақсысы өздеріңіз оқыған, біріншіден. Екіншіден, молданың Құранынан кейін молдаға Құран оқыттым деген сөз, ол парызды мойнынан түсірдім деген сөз емес. Молда сізге гарантия бере алмайды, ол өзіне гарантия беремей жүрген адам. Сізге қалай гарантия береді? Папаң аруағы жәннетте болды, сізге гарантия деп дей алмайды жаным. Сіз өз қолыңызда, өз өміріңді өзгертіп отам. Құран оқыттым енді, келе биылда жылына бір оқытасың, бір жылда бір рет сонда Құдай керек бола ма сізге? Бұл не сөз? Жоқ жаным. Сіз өміріңізді жақсылыққа бұр, өздеріңіз жаттап алыңыздар да, бүйтіп жазып алып өзің оқи бер, өзің оқи бер. Ең жақсысы сол. Өзбейдары қабылдайтын адамдарға қалай ораза тұтуға болады дейді. Бұлар адам ораза тұтпайды. Егер дәрісі өміріне маңызды болатын болса, бұл адам ораза тұтпайды. Оразаның кафаратын өтейді. Әрбір күніне бір адам тойғызады. Егер оған да шамасы жетпесе, Құдай екі қол берген, екі қолды бүйтіп, қолды жайып, ей Құдайым, ораза ұстайын десем, денсаулығым жоқ, ақша берейін десем, күнім жетпейді. Құдай саған табыстадым дейсің, сонымен өмір өте береді болды. Басқа жағын ие бола бер. Намазға ие бол. Намазға никакой отношение қатысы жоқ дәріңіздің. Әке-шешеге түнде Құран бағыштауға бола ма? 24 дұрып 7 қабылдайтын уақыт. 24 дұрып 7 қабылдай береді. 24-те 7. Күйеу намазда әйелі арасында пиво ішіп қойса қалай болар екен дейді. Жақсы болмайды. Бірақ семья тұрады, семьяны сақтау керек. Сол шетін әйелді тәрбиелеп, жақсылыққа үйрету керек. Тек құптанға өте алмай жүрмін, иманым әлсіреп жүр, не істесем болады дейді. Айсұлу, сабақ оқыш. Кішкене мешітке барып, ұстаздар бар, солардан сабақ оқыңыз. Зекетті оразада беретін беді. Жыл 12 айдың ішінде қалаған уақытта бересіз, бірақ оразада берген сауаптырақ болады. Бала емсе дәрет бұзыла ма дейді. Жоқ. Мескітті қыздар сыртқа қолданса бола ма дейді. Қыз бала үстіне әтірді көшеге көп сеппесін деген, шлейф қалдырмасын деген сөз бар. Бірақ ол қандай қыздарға? Оранып жүрген қыздарға. Түсікті ма? Ашық жерін бәрін ашық қойып, шлейф қалдырғасы, сен елдің бәрін көз ақ беретін бол бейіп, деп саған қарап бәрі. Соқтан ол саған жүреді. Хазірет Абу Хурайра ойым, жаңылмасам айтқан бір әйелге, сен ғұсыл қылуың міндетті болып қалды деп. Пайғамбардың өмірден оқыған күшті дейді. Құрбан шалуы тек өз уақытысында ғана босату керек пе? Басқа уақытта садақа болып берсін. Басқа уақытта сала берсін. Ана уақытта сою міндет, мына уақытта добровольно. Қаласаң істе. Қаласаң істеме. Емізі үлі айыл оразаны қалай ұстаса болады? Ораза баласына, сүт азайып балаға қияндық кесе ораза ұстамайды. Ұстаз, ұл бала тілейтін дұға бар ма? Бар. Қайырлысын бер десең, Алла өзі береді. Қайырлысын береді. Ұстаз, маммография нашар шығып, онкологияға жіберіп жатыр дейді. Қатты қорқам, панический атака болып жатыр. Дұға айтыңызшы дейді. Дұғадамын, Алла жеңілдік берсін, қарындасым. Былай ғой, адам онкологиядан өлмейді. Адам коронавирустан өлмейді. Адам рактан өлмейді. Адам ажалмен өледі. Раққа жетпей өліп қалған адам қаншама. Соғыссыз-ақ атан қазақ үйреткен. 40 жыл қырғын болса да ажалы барғаны өледі дейді жан. Бұл бәр. Екіншісі, дұғаны өзіңіз оқыңыз. Алла тағала сізге шанс берді. Панический атака сені қабірден қорқуға алып келді. Алла өміріңізге бір өзгеріс кіргізсін деп сізге жіберді. Бұдан ертеме кешпе бәріміз бұл өмірде қонақпыз жаным. Бәріміз қонақтақтан кетеміз. Сол кезде панический атака саған өміріңді, сізді біреу былай ойлауы мүмкін. Мен өлімді ойласам, ол өлім тезірек келіп,
өлімді ойламасам, ол кешірек келеді деген сөз. Мен ойламай қойсам, или келмей қояды деген сөз. Жоқ жаным. Құранда аят тұр. Сіздер өлім сағаты келген кезде, ол алға да жылжымайды, артқа да кетпейді дейді. Әйеліммен болмашы нәрсеге ұрысып қаламыз. Неге дейді? Мен қайдам білейін неге екен. Менің ойымша, мен не десем де мені құптамауы шарт емес пе дейді. Ол робот па саған? Слушай, повинуюсь, докладывает бәленбаева түгіленбай деп айтатын адам бұл. Бұл біріншіден. Сен тұрмақ, Мұхаммед пайғамбардың әйелі ерегіскен арасында. Адам ол, ата бабаңда ерегіскен, ұрып тепкілемеген. Пайғамбардың қайнатасы Абу Бәкір болған. Сол көшеден өтіп баратса, Алла ол кісіден разы болсын, қырғын шығып жатыр дейді. Пайғамбардың үйінде қыздың дауысы шығып жатыр дейді. Сөйтсе пайғамбарға әйелі жатыр екен. Қызы, жап-жас қыз әйелі ғой енді. Біресе енді өмір болғаннан кейін болады деші. Сөйтсе Абу Бәкір есікті кіріп, сен пайғамбарға сөйлейтіндей кімсің сен деп аяғында ысыланып семен ұрғысы келіп бітсе, анау тығылып қапты күйеуінің артына бүйтіп. Тығылып қапты. Сонымен ұрамай кетіп пайғамбар ұдырмапты енді, қызы ғой өз қызын. Өзі әйелі. Қайнатасына ұдырмапты. Ол шығып кетіп қапты ашуланып. Содан кейін айтады дейді, көрдің ба, мен болмағанда папаң сабайтын еді депті. Сол сияқты жаным, бұл әйел олсын. Значит, семен салғыласса әйел, үйде екі әйел бар деген сөз. Үйде әйел біреу ақ болады. Ол салғайды, сөйлейді, сен ақақа дейсің, маңдайын сүйесің, қолын сүйесің, сонымен бітеді мәселе. Сен онымен жағаласа берсең, ол ерексе береді, үдей береді жаным. Үдетпе оны. Сөйт алтыным. Дәрет бойынша біреу сұрақ бар. Біреулер айтады, кіші дәретке барсаң дәрет бұзылмайды деп. Сол бойынша дәрет мал соймай Құран оқытуға бере болады. Дәрет бұзылады. Қай уақытта? Кіші дәретке по маленькому, үлкен дәретке по большому жел шықса, ұйықтасаң, дененің любой жеріне қан, ірің, сары су шықса. Осы мауқифи негізгі нәрселер. Осы нәрселерден дәрет бұзылады жаным. Соңғы қайта дәрет алады. Дәрет алған кезде сүннеттерін емес, тек қана Құранда келген 4 парызын айтып берейін. Бетін, шаш өскен жерден былай қарай бетін жуу. 1. Екіншісі, екі қолды шешіп, шынтақпен қоса жуу. 2 қолды. Үшіншісі, қолын сулап, басын сулап сүрту. Еркекке де әйелге де. И плюс носкиді шешіп, шұлықта аяқты жуу, бұл дәреттен 4 парызы болады. Плюс осының басында, осылардың ортасында, осылардың аяғында пайғамбар өзінің айтқан, қосқан осы дәретке. Аузын шаю, әр мүшені шүрет жуу, қыблаға қарап отыру, деген сияқты нәрселер. Бірақ негізі парызы 4. Либо немесе моншаға кіріп, түгел басынан аяғына дейін су менен душ, ванна, көл, монша, білмеймін, су тиіп жуынса, ол дәрет болады. Панический атакаға қандай сүреді оқысаңыз болады? Табарак мүлік сүресі бұның ең жақсы емі болады. Табарак сүресі, мүлік сүресі бұл қияметті еске алған сүрелер болады. Сондықтан панический атакаға осыны оқу керек. Кіші дәретке салфетка қолдансам бола ма дейді? Болады. Тамақ ішетін салфетка емес. Децане, қағаз қолдансаңыз болады, бұл 1. Екіншіден, кейбір адамдар соны ысырап қалатында бар. Мен мынау әжетхана, қоғамда әжетханалардың біледі. Кафелерге барған кезде бите біреудің ақысын алатында қойыңыздар осы нәрсені. Жерсіздік болады деген әйелдер не айтасы? Айта береді. Ашуланса дәрет бұзылды дейді жоғарыда. Сол рас па? Жоқ, айта береді. Ашуланғанда бұзылмайды. Жоқ, ашуланғанда жынданып, сен өз-өзі ұрып, шақтап, басыңды жар жіберсең, жынданып. Бар болсын, не істедім деп басын ұрып, көзіңнен қан шығып кетсе, бұзылады. Ашуланып боқтаса деп бұзылма. Ақымақ бірақ дәрет бұзылмайды. Таныс келіншектің дейді, күйеуі измена көп жасайды. Мойындамайды екен еще. Не істеуге болады дейді. Саған аузын жоқ, тыныш отыру керек. Подружка қызыңның семьясын бұзбай тыныш отыру керек. Сен ол подружка бердігіл, жүре ме, жүрмей ме подружкаң, шаруасы жоған. Сен өз семьяңды реттеп ал. Саған вообще қатысы жоқ. Саған по секрету айтса, тыңдама. Солай ма деп кіріп болған айтпа. Қойшы солай ма не, сен күйеуің сөйтті ма не, ужас. Ай, оңбайды осы еркектер жоқ.
тілі шықпай жүрген балаға қандай дұға оқу керек? Дұға 9 аят бар, оған оқылатын. Бірінші дұғасынан бұрын қарап көру керек қандай деңгейде екенін. Ол бекерден бекер тілін тартқылай бермейді, оқи бермейді. Оның өзінің техникасы бар. Түн болса ұйқы қашады, үрей басады. Ұйқы қашады, не істесем болады? Тахаджуд деген намаз оқу керек. Отличный болады. Әйелі намаз оқиды, күйеуі ішеді. Намаз қабыл бола ма? Қабыл болады. Қабыл болады. Шекарашы болып жұмыс жасаймын, дұрыс па дейді, сауап болады. Біздің шекарамызды қорғаған сен сияқты азаматтар аман болсын. Дәрет алғанда кіндіктен төмен сол қолымен жуу керек па? Желательно. Егер сол қолың мүкіс болып, сол қолың дұрыс болмай қалып, сол қолың жетпей жатса, қарнынан басқа жақтан, онда екі қолды да қолдансаң болады. По обстановке дейді. Унитаз бен ваннаның ортасы жарты метр. Сол жерде дәрет алғанда қателік болуы мүмкін ба? Мүмкін. Біріншіден, бұны қазіргі тілмен орысшалап айтайын, түсінікті орысша совмещенный дейді. Бір комнатаның ішінде болса, дәретхана, туалет, екеуі бір жерде болса, ол жерде бисмилля, ағуду билля, дұғаларын ешқайсысын айтамайсың. Біріншіден. Екіншіден, унитазда отыра бермейсің. Геморрой шыққанша. Тезірек жұмыс, телефончик қойып отыратындарға қатысты бұл сөз. Дұрыс нәрсе емес. Одан кейін дәрет алған кезде кішкене унитаз бенен екеуінің ортасында сақ болу керек, адамның денесінде жаңағы шашырамау керек нәжістің. Екіншісі айтайын дегенім, денеде қалып қойған нәрселер кейін шығып, дәрет бұзылып қалмау керек. Меккеге махрам болмаса группамен баруға бола ма? Осы нәрсе қазір соңғы уақыт көбейіп кетті. Махрамсыз бара беретін болды. Сауд Арабиясы қабылдайды деп, бұрын қабылдамаған. Қазір олар да кішкене заңды өзгертіп, мында салып, мында салып қабылдай беретін болды. Бізге Сауд Арабиясы бізге үлгі емес. Біздің өз мемлекетіміз бар, отанымыз бар, шариғатымыз бар. Бір келесі, әйелдердің барлығының жеке группамен баруы дұрыс емес. Өткенде де барлық жер бетінде 45-500 әйел жинап алып барғандар, осыны қойыңыздар. Түсінем, бизнес, түсінем, ақша тапқың келеді. Бірақ Алланың дінін олай ойыншық қылмаңыздар. Кейін әжеммен шығарып анамды ұрды дейді. Бұл ұзақтау екен, алдыңғысын оқи алмағаннан кейін екінші сөз түсініксіз болып қалар. Нұрлан имамға тіркелдім жаңа ғана дейді. Ой, рахмет. Осы тіркелгендеріңіз тіркелсеңіздер, шатыр тіркелмей көреді екенсіздер, бәріңіз шпиондар сияқты. Кеш жарық, естуім бойынша дейді. Таң намазын және кешкі намазын оқысана бола ма дейді. Бастай беріңіз. Таңнан бастайды, қазір түн намаз ба, түн құптан намаздан бастай беріңізші. Қасым татуаж, намазға келіп орамал тақсам кедергі бола ма? Болмайды, бастай бер жаным. Әселжан, баста, алтыным сол, баста, қарындасым. Бұл өмір қысқа өмір. Тілін келгенше, шамаңызды бұрылғанша келе беріңіз. Мақыр айтылмаса некер дұрыс па? Дұрыс. Неке дұрыс болады. Некені бермей қойса да неке дұрыс бола береді. Аға, аяғымда жара бар, үнемі бинтпен таңып жүремін, қайта жууға болмайды, мәсі киюде зиян, нәскейдің сыртынан масық тартамын ба, әлде бинттің сыртынан тартамын ба, екі аяқтың басы да байлаулы дейді. Егер сіз айтқандай болса, қолыңды сулайсың да, бинттің үстінен тартасың, нәскейден емес, бинттен тартасың. Не бастасам да ісім алға баспайды, неге дейді. 4 себебі болуы мүмкін. Бірінші, ата-анаңыздың дұғасы, басқа біреуге істеген қиянат, қарғыс, біреудің зұлымдық жасаған болсаңыз сіздің алға жүрмейді. Туысқандардан үзілмеген болу керек. Одан кейін барып ең негізі Алла тағаладан дұға береке сұраңыз. Аға, парыз намазды түсіндіріп беріңізші оқуын дейді.
Парыз намаз әр таң намаздікі 2 парыз, бесіндікі 4 парыз, асырдікі 4 парыз сөйтіп оқылады жаным. Кітапта көр, мешітке барсаң, мен қазір ұзақта ол. Бірақ десе де түсіндіріп берейін. Мысалы, таң намазында ниет қыласында Аллаху акбар дәретіңді алып келіп, Аллаху акбар деп әйелдер былай, еркектер былай құлаққа тигізесің, қолды байлайсың, сәна оқисың, білсең. Білмесең, қағазға қарап, бүйтіп шетіне көзімен бүйтіп қарап оқысаң болады. Одан кейін фатиха оқисың, фатихадан кейін амин деп барып, бір сүре оқисың, еңкейесің, дұғасын білсең айтасың осы жерде зікірлерді, білмесең сами алла лиман хамида 2 рет сәжде жасайсың. Дұғаларын білмесең алла алла деп айта бер, астағфирулла деп айта бер, Аллаху акбар деп айта бер. Аузыңда жақсы сөз болсын, Құранның, діннің сөзі. 2 рет сәжде қыласың, қайта тұрасың, фатиханы оқисың, тағы бір сүре оқисың. Фатиханы да білмейсің, білгенше оқы, желкен жерге дейін. Әйтеуір оқы. Ата-анасы намаз оқуды қаламаса, бұл жағдайда намаз бастауға сәл кедергі болады. Не істеу керек? Оқи беру керек, ерегістірмеу керек. Намаз оқыған сайын мейірімді бол керек. Намаз оқыған сайын ерегіспі, намазға тиісті деп емес, мейірімді болып. Ата-анаң намазға қарсы емес. Ата-ана өзі коммунизм кезінде өскен олар. Сені бір қазында сәләфи, уахаби, неше түрлі такфир жамағат, бірнәрсе жамағаттарға қосылып, харижит жамағатқа қосылып кетті ме деп үрей олардікі, қорқыныш, дінді білмегеннен кейін. Сондықтан оларға мейірімді болып, сол мейірімдікпен келесіз. Азан шақырып бересіз бе сәбиге, сізге барсақ? Мен сапардамын шетелде, бұйырса 15 күннен кейін ғана иншалла ораламыз. 4 ракат, 2 ракат қандай жағдайларда оқылады дейді. Түсінбедім. Таң намаздан бастаса болады ма? 5 мезгіл үйренгенше. Любойынан бастай бер. Таңға дейін жету керек әлі. Қазір құптан намаз құптан кезінен оқи бер жан. Влажный салфеткамен дәрет алса бола ма? Дәрет алу деген сөз шомылу керек болса, яғни беті қол жуу, влажный салфеткамен дәрет өтпейді. А егер туалетный бумага ретінде қолдансам бола ма десең, әурет жерін сүртуге супер болады. Свежесть болады. Бірақ одан да жақсы, ол қымбат. Бесплатный су бар, Құдайға шүкір ағызып жатқан біздің елімізде Құдай беріп қалған. Су ең жақсысы. Соңғы кезде түсімде етекірді жиі көремін. Охо. Жақсы нәрсе емес. Бауырмашылыққа жорлады. Біріншісі, егер бауырларыңыз болған болса, солардағы ерегіс қабылдамауға. Екіншісі, амалыңыздың, ісіңіздің дұрыс еместігін көрсетеді. Ұстаз, бүгін намазға ерініп, ертерек айным келсе екен деп едім. Сөйтсем, бүгін қолымдағы жаратылуын мен алдым. Намазым өкінсем, дәрет алмай, қолымды солқылдатып, қақсатып жатыр. Сосын айтқан сөзіме өкіндім дейді. Жақсы. Аға Бағдагүл ханымның дейді. Бата алып жүрген дұрыс па ханымнан дейді. Бағдагүл ханымнан. Ата-анаңның батасына жер бетіндегі планетадағы бүкіл әулие міндеп жүрген, бүкіл күшті міндеп жүрген, сұмдықта сұмдықпын дегенің ешқайсың батасы жетпейді сол ата-анаңа. Ата-анаңнан мынандай сөз бар. Ата-ана қолда ұстаған шам, бұлар саған риза болса, болады сенде қандай ғам дейді. Қандай қам бар сенде айтшы. Ата-анаң риза болса, кім көрінгеннің батасын мұқтаж болып кеттіңіздер. Анаған бата бершін. Батаның батасын беретін батагөй көл көсір 2 адам 2 әулие үйде отыр. Оны менсінбейсіздер. Ой, қойшысан менің бағым. Қандай бата берсе де, бірақ ауыз сөзі жеткілікті бағыңды ашады. Бірақ ауыз сөзі өміріңнің тасталқанын шығарады солардың. Сол ата-анаңның батасынан артық ешқандай шейх, ешқандай әулие, ешқандай білмеймін, оқымысты, чоқымыстың біреуін керек жоқ. Ата-анаң батасын ала беріңіздер болды. Магиямен күйеуді алып кетеді деген, алып кетті, не істеймін дейді, қайтару керек, оқиды. Мақырды қайтаруға бола ма басқасы? Сол үшін қайтармашын тезірек беріп құтылсын деген. Тахаджудтан кейін таң намазын оқуға бола ма? Енді оқып, ұйықтап барып оқыса жақсы болады делінген. Енді ұйқың келмей, уақыты тығыз болып қалса оқи бересіз. Белімде татуировка бар, намазды қалай оқимын дейді. Прямо оқиды. Голый оқымайсың сен? Сен татуировкасы қаяқта екен, алдында ма, артында ма? Деп кім-кім ғандызы. Керек емес, тұра берсін. Сен де қызықсың беліңе салып жүрген. Жақсы емес. Болар болды, бірақ намаз қабыл болды. Намазға ешқандай келер кетер жоқ. Мен бәріміз енді көрді, бекер айтты екен. Сен бәрімізді уайымдап, қазір аккаунтыңа кіріп, мынаның бәрі қай жерінде екен аккаунтының, қай жерінде кім татуировкасы деп бәрін есін аудардың. Ай, қазым-ай.
Ұстаз, сығандарға берген садақа қабыл бола ма дейді. Сығандар қалды мөз, бітіп еді ғой сығандар. Сығандардан көрі өз еліміздегі өзіңіз танитындарға берсеңіздерші. Сыған дейтін сыған қалмады ғой уже. Өзіміздің халқымыз сығанға жақын болып тұр. Сыған болуға. Қызым түйінді сөйлей, жүрел сүрелерді оқиды, сондай не істесем болады. Мешітке апарып дем салдырып беріңіз, салдыртыңыз. Бесінің парызын оқып жатқанда екінді кіріп кетсе не істеуге болады? Тез оқып бітіресің, намаз қабыл болады. Әкемде адамдар өмірден өткен, кімнен бата алуға болады? Ата-анаңыз өтіп кеткен ба? Ата-анаңыз өтіп кеткен болса, нағашыларыңыз бар. Одан қалатын болса халықтың батасы дегенде бүйтіп қол жая қалып қана бата бере емес. Сіз рахметін алу сол бата деген сөз. Біреудің жақсы сөз сөйле, жолдан үйренген рахметті бетің айту шарт емес қой. Сыртыңыздан жолды тастасын алып тастаса, жағдай жоқтарға қайыр жаса, сол. Уалейкум ассалам, жас, қалай бауырым алтыным? Алла деген жазу бар, клон тағуға бола ма? Болмайды. Алла деген, Аллаху акбар деген керек жоқ, тақпаңыздар. Керек емес. Алланы жүрекке қойыңыздар. Мен соң ғана тұмар туралы аккаунт салдым, ұстазбенен. Соны көріңіздер, сол жерде айттым мен. Тұмарды мойынға тағып, жүректе болмаса пайда жоқ. Жолдасымен жиі ұрсып қаламыз. Неке жаңартсақ қалай болар екен дейді. Неке жаңартатын срок годности жоқ қой, ұрса бергеннен. Неке жаңарту деген жоқ. Талақ түссе, қайта қиылама деген бұл басқа мәселе. Оны тереңге кетіп қалуы мүмкін да, сондықтан ондай әңгіме жоқ. Некенің срок годности, ұрсып қалсақ жаңартайық, ұрыспай қалса ақша таппай қалса жаңартайық деген сән бәрі бос сөз. Арабша жазуы бар, сағат сыйлаған деп жазылады. Қолдануға бола ма? Қажет емес нәрсе. Қызымның маңдайында Алла деген жазу бар. Нені білдіреді? Алла дегенді білдіреді. Бір мешіт имамы ақша көп түскендіктен дейді, имамдықты тастап тәуіп болып кетті. Дұрыс па дейді. Ақша көп түскендіктен. Тәуіп болғанда көп түскенді ба? Енді сіз де имамдаңды бенді қойшы енді. Ол өз өміріңе өзің жауап бересің. Ол өзіне өмір жауап береді. Ақ сүтім деп қарғаған қарғысты қайтаруға бола ма? Болса қандай айтып беріңізші? Қарғаған адамның жолы мүлдем ауыр, жолы болмайды дейді. Кешірім сұрау керек. Кешірім сұрау керек. Тірі болса алдынан өту керек. Дүниеден өткен болса дұға қылу керек. Түсінде аспаннан арабша жазу көрдім. Нені білдіреді? Значит, сен Құдайға аспанда жүрсің деген сөз. Просто қиялыңда аспанда бар. Космонавт болғың келеді деген сияқты ғой. Сол арабша үйренсем, бір намаз үйренсем деп космосты аңсайсың, әлі жоқ. Сол үшін космосты білдіргені. Аспанда жазу көрініп тұр. Ол аспанда қалды саған, жетпейсің оған. Бүгін баста деген сөз. 14 апталық бала замерші болып, ем жолын айтыңызшы, баланы алып кеткім келіп тұр, қалай жерлеуге болады? 14 аптан шариғат бойынша тірі туылмаған бала болса, жаназа оқылмайды ғой. Ол адамның бір мүшесі сияқты, кесілген қол сияқты болып қалады. 14 апталық. Егер тірі туылып, тірілік сипат көрсетіп, қимылдап, дауысы шығып, денесінің бір мүшесі қимылдаған болса, бұл тірі болады да. Бұны жуындырып, ақ матаға орап, жаназасын оқып, ат қойып, жаназасын оқылады. Зекеті туысқанға, туысқанға деген шығар. Зекеті туысқанға берген сауап болады. Зекетті негіз ағайынға береді, бауырларға берген жақсы болады. Өзіңді қара дуадан қалай сақтауға болады? Иманмен сақтайсың, таза Құдайға деген сеніммен сақтайсың.
Имам неге мен оқымайсың дейді. Осыны жазғанша лучше оқисаң, сұрақты жазғанда оқып қоятын едім же. Балаларға азан шақырылмаса не болады? 4 жастағы бала кешпе, керек жоқ. Енді баланы тәрбиелеу керек. 4 пен 7 жастағы баланы жақсы, иманды, салиқалы бала қылып тәрбиелеңіз. Қалай намаз бастау керек? Өмірзақтың прямой тұрып жақсы бастай бересіз. Аға, таң намазға адамды ояту, тұрғызу сүннет пе дейді. Сауап, керек десең парызға дейін көтеріледі. Әйелдер ана күйеуіне су шашып, кішкене ойнап, су шашқанда ұрып тепкілеп өлтіріп қоймасын. Қарап, ойнап, көріп, кішкене еркелетіп сөйтіп тұрғызыңыздар. Кейбіреулер қарғыс сөз айтып, өліп қаласың, таң намазға тұрмасаң шірейсің, азапқа түсесің деп, одан бетер ана өз кеше сондай болғасың, бір кішкене мейірімді сөзбен шақыруға болады ғой дінді. Сөйтіңіздер, жақсы сөзбен, оңбағансың сен деп олай қылмаңыздар. Жақсы сөзбен үйретіңіздер. Лос-Анджелеске келесіз бе дейді. LA-ға барамыз деп тұрмыз, бірақ біз Нью-Йорктан алыстау болып тұр. 4 сағат 5 сағаттық жол ұшақтың өзімен. Қазір қарастырып жатырмыз. Мен қойған қалаларға барам, Құдай қаласа. Тағы да бірнеше қалалар қосылып жатыр, көп адам шақырып жатыр. Америка құрама штаттарында біз өзі Құдайға шүкір мұхиттың ар жағын бағындырған елге айланып бара жатырмыз. Өте қуанышты. Жүздеріңізді көргенге өте ынтазармын, қуаныштымын, ниетім бар. Негізгі мақсатым да сол сіздерді астық, алыс жерде өзіміздің мемлекетіміздің ыстық махаббатын сіздерге алып келдім, сағынышын алып келдім. Сіздерді де көріп өте Майами дейді. Тамаша. Майамиде бар бізде кездесу. Осы кездесулерге иншалла барамыз. Барлығы алдын ала сіздерге хабарланады. Сүннет пен парыз намаздардың айырмашылығы қандай аға? Бірінші ниетінде айырмашылық болады. 4 ракағаттық болса, алдыңғы 2 ракағатына сүре оқисың да, қалған екеуінде оқымайсың. Әйел адам рукуқтан тұрғанда тізе бүгіле ме дейді. Салмағына байланысты. Әйел адам тұрмақ, еркектердің қазір намаз оқу үлгісінде салмақтар ауыр, тым қатты семіріп бара жатыр бәрі. Сондықтан кішкене денсаулықты күту керек деп айтқан болар едім. Бұл бірінші жағдайда. Екінші жағдайда по обстановке, егер тізең ауырса, аяғың ауырса, бүгесің ба, өз жағдайыңызға қарап көресіз. Ал әйел адамның намаз оқу кішкене еркекке қарағанда жинақы дейді. Орысша скованно оқиды бүйтіп. Сол үшін әйел адам былай тұрады. Бүйтіп еркектер сияқты қолын бүйтіп ашып тұрмайды. Әйел адам кішкене былай денесін жинақы тұрады. Намаз оқуға ата-анам қарсы, жасым 11-де дейді. Жаным-ау, ұйықтамайсың ба, қарындасым-ау? Сағат Қазақстанда қанша қазір? 1 болып қалды ма? Таза 1 болыпты. Сен 1-де ертең сабақ па бізде? Ертең сабақ қой. Неғып ұйықтамайсың сен, қызым-ау? Ай, жаным. Алла анаңа, әкеңе жүрегіне иман берсін, жаным. Құдай қаласа оқисың. Алла жақсылық берсін саған. Уколдың ішіне шошқаның миының, не қой? Бар дейді, сол қолмасым. Дәрігерлер берген болса аласыз. Енем ұлымның есімі Ережеп деп қойғысы келеді, сіздің ойыңыз. Жақсат. Құндыз? Өте жақсат. Ережеп айында туылып атқан шығар, осы Ережеп айында. Өте жақсат. Қой жан. Шынай Ережептің қасиеті жұққан балабасын. Енді сен жаңа бүйтіп Шалский деп атқан шығарсың, қой жан. Қаза болған намазды парыз оқысам болады ма, сүннетсіз дейді. Өзі сүннет оқылмайды қазаларда. Жас баланы тұсауын кестіруге бола ма дейді. Тұсау кесу мәселесінде әр жердің салты дәстүріне қарай қалыптасқан дүние бар. Бір жерлерде вообще әйелдерге кездестірмеген. Бір жерде күйеуден шыққандарға кездестірмеген, біреулерде күйеу өлгендерге кездестірмеген. Және әйел адам баланың алдынан емес, арт жағынан кескен. Ер азаматтар алдынан кескен. Кейбір жерлерде шекпен кескен, бір жерлерде көк шөппен кеседі, бір жерде ала жіппен аттамасы деп алалықпен кеседі. Елдің, жердің, облыстың мекеніне сай бұрыннан келе жатқан үрдіс болса, соны қарай бересіздер. Соны жасай бересіздер. Кіші қажылық деген ол тек зиярат ету, я
үлкен қажылық 5 парызға кіреді, иә? Жауап беріңізші. Иә. Дұрыс. Біз Қарақалпақстанамыз дейді. Алейкум салам. Пойызда намаз қалай оқылады, айтып жіберсеңіз. Пойызда намаз купе болсын, плацкарт болсын, қасыңызда тұрған адамдарға кедергі келтірместен, мен намаз оқитын едім деп оларға ықтиятты болып, оларға мүмкіншілік келгенше салмақ салмауға тырысыңыз. Біріншіден. Екіншіден, намаз оқитын адам пойызда дәретін толық алады. Екіншіден, намаз оқыған кезде терезеге қарап оқисыз. Егер пойызда, плацкартта, немесе купеде 4 орынның ортасы бос болса, ортасында тұрып оқисаң. Егер тұрып оқуға мүмкіншілік болмаса, отырған орныңда оқисаң. Отырған оқия жақта, сол өзің отырып оқыған шақта азан айтпайсан, қаматты ішіңнен жай айтасың. Азан айтып, бүкіл ел вагонды басыңа көтеріп, ауазың жақсы болса, әуезіңмен бүкіл әммесі саған қарап жүрмесін. Әммесі саған қарап, мынау бір азан айтажақ деп, сені кәтта бір молда деп ойланып қамасын. Жұлдыз қарындасым, ассаламу алейкум, қалайсың? Алейкум ассалам, алтыным, қалайсың? Жағдайың жақсы ма, батам? Аман есенсің ба? Мынау Америкада менің барлық кездесуіме жүгіріп жүрген қазақтың бір аяулы қызы. Алла разы болсын, қарындасым. Осы қызымыз міне, шетелде жүрсе де трак айдайды, жаным ашейін. Өзі рекламада жүрген қыз өзі. Қарындасым, өте қуаныштымын. Сария есімі жақсы ма дейді, жақсатын. Алейкум ассалам, мен намаз оқимын, бірақ үйімізде спирттен ішімдіктер тұрады дейді. Ішімдіктер тұрады. Қайнатам да ішеді. Менің намазыма кері әсері жоқ па дейді. Жоқ. Ешқандай кері әсері жоқ. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жындар жүрсі. Өзінен өзі құлап атыр бір нәрселер. Жұма күні дүкендердегі нанды сатып алып дейді, тарату дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Нанға керек адам өзі нанын алады. Қазір нан жия алмайтын дәрежеде мұқтаж адам жоқ, Құдайға шүкір. Сондықтан сол нанның ақшасын жиып, көмекке сборға ақша сұрап жатыр, ауру балаларға соған берген жақсырақ болады. Кейбіреулер машинамен елде 50 теңгеге бесплатно тасып жүргенде бар. Өзі 50 теңге таксидің ода. Мейлі 100 теңге болсын. Сондықтан айтпақ болғаным, сол ақшаны жинап, отшы біреуге беріңіздер. Намаздың ракағаттарының арасында үзіліс жасауға болады ма? Болмайды. Намаз басынан аяғына дейін таъдилул аркан деп айтылады. Яғни тезірек бастап, тезірек өзінің қағидасымен біту керек. Тоқтап арасында деп ойланып, бір нәрселерді қуалап, бүйтіп армандап қиялап кетсең, намаз бұзылады. Өзі положенный басылғаннан біту керек болды. Отыра бермеу керек. Тиктоктан прямойдан қанша ақша табасыз дейді. Бізге осы біреудің ақша тапқан қызық, осы біреудің ақша санаған. Ой, бұл рахат. Біреудің ақша санаған. Адам өзін кешіру үшін не істеу керек? Кешірімді болған Аллаға өзіңді бағыттағанда, адамды кешіресің, өзіңді кешіресің. Намазың переводын түсініп оқу керек па дейді. Әлбетте. Переводын оқысаң өте жақсы болады. Не оқып тұрғаныңызды білесіз да? Не айтып атқанды өзің түсінесің. Кімге қайырып атқанды түсінесің. Қандай сөз екенін түсінесің. Құптан намаздан кейін өтір оқу керек па дейді. Қарындасым. Жол ашатын қай сүре дейді. Құранның бәрі жол ашады. Сол Құранның өзі просто бүйтіп оқи берсең, егер сол Құранмен жүрмесең, жолың ашылмай қалады. Сол Құрандағы бірінші аят, екінші аят, үшінші аят, төртінші, бесінші, 114-ші аят барлығы сенің жолыңды ашу үшін келген. Сенің жолыңды бақытқа алып келу үшін келген. Ол просто оқып, жаңа молдаға келіп, мен жолымды ашып беріңізші деп, молда да ашты мен кете бер дейтін емес ол. Сен өз жолыңды өзің Құранмен, дінмен ашасың, соған келумен ашасың. Ауырып қалдым ба деген үрейден қалай қаламын ба деген үрейден қалай құтылуға болады дейді. Намаздан құтыласың. Да жауырып қалсаң да сол ауруды жеңудің жолы болады.
және түсіну, қабылдаудың дәрежесі намазбен жоғарырақ болады. Шаңыз. Инсультта жатып қалған адамға мамама қандай дұға айтыңызшы дейді. Құран кәрімде Исра сүресінде Алла тағала мені кішкентай кезімде бұл анам қалай мәпелеген болса, сен де осыны соны солай мәпеле дейді. Мен қандай болсам, мені қалай солай мәпеле дейді. Қазақша айтсаң да болады. Одан кейін дұғасымен дұрыс. Бірақ сол анаңның қызметіне түх демей, қабағыңды шытпай, салмақ болдың ау маған, изда сенен жұмыстан қалып қалдым ау дегенді білдіртпей алтыным. Жарай ма? Жақсы болады. Яғни, бір не то что надоел болдың, бір салмақ болдың ау, мен переживание болдың ғой дегенге жеткізбе. Соны көрмесін жаным. Сонда дұғасымен артық болады. Жаназа намазында имам сәлем беруді ұмытып кетті. 4 тәкбір айтылды, үкімі қандай? Намаз қабыл болады. Жоқ нәрсе сұрайсыздар, тексеріп көрейікші, білеме деп. Жаназа намазындағы сәлем, жаназа намазының шарты өзі 4 тәкбір өзі бәр болғаны. Тәкбірді 4 рет Аллаху акбар десем болды, намаз өтіп кете береді. Біріншіден. Екіншіден, жаназаны тіпті намаз емес, зікір деп айтатын ғұламалардың пікірі де бар. Дұға деп те, яғни. Сондықтан, бірақ біз намаз деп қабылдаймыз, өйткені дәрет парызы болады ол жерде. Нұреке дейді, США-ға бармаңыз дейді. Неге? Неге бармайды? Позда. Анау Россиядағы біреу айтты ғой, менде әйтеуір бәрі белаңдығыш. Бір анау психолог па, кардиолог па, білмеймін. Бір орыс біреу айтты, бармасын, бетсін, сөйтсін. Масон дейді, бір нәрсе дейді, ай құдай. Некеден өтпей тұрып жасауға бола ма дейді, болмайды. Оны гражданский брак дейді, ол арам болады мұсылман үшін. Некеден үлкен жауапкершілік жан. Ол біреудің қызы, біреудің ұлы, соқтан ойнығымау керек. Масон болып кетесі дейді. Имам, сіз сағындық дейді, қайтыңыз дейді. Иншалла, өзімде сағындым елімді. Ажырасу тағдырға жазыла ма дейді. Аллаға негізі ұнамсыз әрекет екенін білемін. Ол күнә ма негізі? Күнә. Әббаду халала идаллахи талақ. Алланың ашуы келтірген нәрсенің біреуі ер мен әйелдің ажырасуы дейді жан. Сондықтан бұл осыны ойлап жүргендер, қайтыңыздар. Құдай сана берсін. Алланың ашуын қақарын келтірмеңіздер. Ұрпақты ойлаңыздар, балаларды ойлаңыздар. 2 жарты 1 бүтін болып қосылғансыз. Сондықтан қосылыңыз жан. Қой, ондай ойды ойма. Сізді әдейі шақыртты дейді ғой Америкаға дейді. Енді әдейі шақыртты дейді бәрін. Мына жерде Америкада біздің қазақтар отыр, бәрі тыңдап, жаңа Жұлдыз қарындасым отыр, көп балалар қыздар отыр. Майамиден жаңа жазып жатыр. Солардың бәрі әдейілеп барғандар сол. Үйіне ақша жіберіп, ата-анасының қуантып, жұмыс істеп, ұрлық қылмай, тонамай, түрмеге түспей, Қазақстандан жұмыстан орын таба алмағаннан кейін, мүмкін кейбір жерде пәре көп болғаннан кейін, взятка көп болғаннан кейін, арға өрлеуге кішкене аяққа чалыс көбейіп болғаннан кейін, мұхит асып кетті қазақтың біразы. Солар жаман болып отқан жоқ. Солар еліне ақша жіберіп, анасын жіберіп, ұйықтамай, қарындасың тракай дейді, өзің ойлашы. Тракай дейді, машинага, фурай дейді. Қандай қарындастарымыз бар? Айналайындар, солар ақша жіберіп, ата-анасını қуантып отыр. Енді сол ата-аналар балалардың өліп талып тапқан ақшасын той томалаққа шашпаңыздар. Балаларыңыздың өліп талып істеген жұмысын үнемдеңіздер. Елден ұят, жұрттан ұят, той беруің керек, бәленбай адамға құдай тамақ ас беруің керек дегенді қойыңыздар. Балаларды оқытыңыздар. Балалардың келешегіне жұмсаңыздар соны. Ұрпаққа бір пайда келтіретін нәрсені жұмсаңыздар. Елден ұят, жасым келді, 70 келген той берем, 80 келгенде той берем деп болды, миы шығатын болды сол тойдан.
сол балаларыңыздың істеген еңбегін ақтаңыздар. Мен өзім білем, мен сені бақтым енді деген жақсы нәрсе емес. Жетісіп жүрген жоқ, шетелде жүрген бәрі. Отанын сағынып, елін сағынып, жерді сағынып жүр. Қияйын десе қия алмай, кетейін десе кете алмай, сөйтіп аз күн болса да жұмыс істеп, сіздерді осы отбасына ақша тауып келсе, мейлі ол Америка болсын, Кореяда жүрген балаларымызда болсын, өткенде көрдім. Бәрі ақша жіберсе, ата-аналар тойға береді дейді. Той жасауың керек деп. Шүкіршілік дәптер ұстаған дұрыс па? Дұрыс. Құр дос болмайды, кішкене оқып тұрыңыз соны. Құранды орыс тілі транскрипциясымен оқуға бола ма? Болады Талғатжан, бастай бер, үйрен жаным. Сол мешіттерде ұстаздар бар, олар үйретіп береді ар жағын. 3 айлық балаға азан шақырып ат қоюға бола ма? Енді керек емес, 3 айлығын өсіп кеткен. Жұма намазда имамдан алдын салам беріп қойдым, білмастан, намазымы қабыл болады ма дейді. Қабыл болады. Немеге? Namazın 12'te farzı var. So 12. farzıga qagdatul ahira deyiladi. O paytda at-tahiyat muddaticha domlaning orqasida, imom orqasida turib o'tirgan odam at-tahiyatni o'qimasa ham bo'sh o'tirgani uchun mo'ynidan farzi sabit bo'ladi. O paytda imomdan oshib salom berganingiz uchun namozingiz yerga tushgan bo'ladi, lekin bitta vojibni tark qilgan bo'lasiz. Lekin namozingiz qabul bo'ladi akajon. To'g'ri gap. Kelajakda imomdan oldin salom berishga, imomdan oldin harakat qilish noto'g'ri gap bo'ladi. Iqtidor imomga artidan ergashgan paytda, u paytda imomning orqasidan yurish vojib. Muhim ish bo'ladi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imomdan hadislarida imomdan oldin boshi ko'targan odamning kallasi eshak boshiga aylanadiganini aytganlar. Ağa salomatsizpa deydi. Жыланның жүруі, жердің silkinuviga qanday қатысы бар deydi. Ular sezеді degan raspa deydi. Mümkün. Allah Teala mümkün. Құстарда сезу ықтимал. Енді құстарға қарап жүрмеу керек бүйтіп. Екі қарлығаш жерге жақын қарай ұшады дейді. Төмен, понижниймен ұшады екен. Понижниймен ұшып бара жатса, бір-біріне айтады дейді, екі қарлығаш, ұшып бара жатқан қарлығаш. Наверное, жаңбыр жауады ау депті. Сөйтсе екінші қайдан білесің депті. Просто біз жерге жақын ұшамыз депті. Ичө депті. Сөйтсе просто адамдар айтады депті. Біз қарлығаштар төмен ұшса, значит жаңбыр жауады деп ырымдайды бұлар. Наверное, жаңбыр жауады ғой депті. Сол сияқты болып жүрмесін ардақтылар. Ассаламу алейкум дейді. Құран кітабында сүрелердің орнына кәдімгідей тіл менен жазған сүрелер переводлап жазған оқыса болады ма? Оқыған Құранның не оқып атқандығын білу үшін переводын оқуға болады. Бірақ намазда, басқа құлшылықтарда переводпен оқуға болмайды. Бекітілген сүннет намаздарды міндетті түрде оқу керек пе? Әлбетте. Бекітілмегендерді оқу міндет деп айтпаймыз, оны мүсүннет деп айтпайды, оны мұстахаб десе жақсырақ болады. Қарақалпақстанға келіңіз дейді, бұйырса. Хаммеміз барамыз, Құдай қаласа. Хаммеміз Қарақалпақ деген елді барып көруге ынтызарман. Құдайым берсе бараман, бір көш жеп, көш барма өзі, Құдай қаласа барамыз. Хамме қазақты шақырың. Dajjal бұл телефон ба дейді, жоқ. Ол Dajjal телефон деп айтылмайды. Сізді неге масон деп атайды, дей берсін не қыласың, қызық болады сөйтіп. Қызға қалжыңдап сөз салса, үйлену уәжіп болады дейді, бұған не дейсіз? Дұрыс айтады. Бұл оның үйленем деп айтса, ана қыздың несі өзгереді да, енді көңіл бір жерде. Мәселе ол некеден қамайды бұл.
келеп қалмайды. Бұл жердегі әңгіме ол ойыншық нәрсе емес та, біреудің тағдыры. Айтақ, құлды азат ету, талақ, никахпен ойнауға болмайды. Никах деген сөздің өзі, мен сені алам деп айтсаң, ол жүрегі переживать етеді, мына қалай бұған тием енді, дүнием дайын емес, бұл қандай адам, өмір ойыншық емес қой. Сондықтан үйлену, яғни ол айтты, ол ойыншық сөз емес. Мен саған ертең келем деген сөз емес ол. Ертең саған сәлем кездесем деген сөз емес. Ол бүкіл күн өмірді өзгертетін дүние. Сондықтан ол дұрыс нәрсе. Егер үйтіп айтқан болсаң, мен сені алам деп айту керек болады. Бірақ енді бұл жердегі әңгіме сен күнәлі болып қаласың, оның тағдырын бұзған үшін. Бірақ неке қиылып қалады деген сөз емес. Емізулі кезде ораза ұстау міндетті ме? Жоқ. Көш көп дейді, біз таз дейді, біз сол жақтағы қазақтарымыз дейді. Ай, машалла, тамаша. Мен мынау немнің осы TikTok және осы Instagramдағы нелерді қараймын, статистикасын. Өзбекстан 16%-ға мені көреді екен. Бірінші орында әлбетте Қазақстан тұрыпты, екінші орында Ресей Федерациясы тұрады, үшінші орында Өзбекстан тұрыпты, одан кейін Оңтүстік Корея көреді екен. Статистикамды кішкене бөлісіп қояйын сіздерге. Соның ішінде мен өзім ойлаймын, жаңағы сіз айтқан Қарақалпақстандағы біздің бауырларымыз. Хаммесі иншалла көреді. Құдайға мың шүкір көрсін. Біз де сіздерді көріп тұрамыз. Құдай тыныштық берсін, елдеріңіз аман болсын. Бір-бірімізге амандық, қайырлы жақсы күндеріміз көп болсын ағайын. Жолдасымның мамасы бір ісі үшін дейді, кешіре алмай жүрмін дейді. Кешіре алмайтын сөзін бірінші сөзінен ақ көріптім. Жолдасымның мамасы деген. Бірақ сөзбен ақ енем дей салуым керек еді. Жаныма жақын тартайын десем дейді, есіме түсіп тұрады дейді. Жүрегімде мейірімдікті оята алмай жүрмін дейді оған. Ағерке, ей жаным, Құдай да солай айтса ғой, менің бір парызымды орындамады. Бәрінің ішінде бір парызымды орындамай жүр бұл. Ағеркең бір кешірейін десең, Түркияда көреді. Я, Түркияда бар. Енді бірақ аналитикада сәл аздау шығар, содан көремін. Сондықтан, ардақтым, Құдай сол сенің қойныңдағы, ұлы сөзде ұят жоқ, қойныңдағы жатқан жарыңның анасы. Құдай бұйырса, сен де сондай анасың. Бұйырса, сен де сондай келін аласың. Сол кезде келінің одан зорын жасап жіберсе не істейсің? Тұрмай месеме, құртма мамаңды, қарттар үйіне апарып тастады десе, сол кезде сен балаң сен жүріп апарып тастамайтын гарантия бар ма? Қалай ойлайсыз? Қой жаным. Мен Қырғызстаннан көріп атам дейді. Чоң рахмат. Әлеумет Чуақ ажы бойынша бір-екі сөз айтып, екі сөзіңіз дейді. Чуақ ажы алымдардың алым еле. Құдайым ол чоң залқар инсан еле. Ошо залқар инсанның бұл дүниедегі меймандық уағы аз еле болды. Өзеле чоң алымдардың уағы өмірдегі өмірі аз еле болады. Бирок аның қалған мұрасы қылымнан қылымға кетеді. Ошо алымның урматын біз билбедик. Дегеле біз адамның урматын өлгенде эле билебиз. Ошо өлгөндө урматтап, деп ыйлап бардыгыбыз. Ошенткенде эле билебиз. Ошон үчүн бар алымдарыңызды урматтагыла. Ооба, ал идеал эмес. Идеал биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бирок чоң со алымдарга кызмат кылып, ошонун сөздөрүн алымдын кызматы эмне өзү? Алымдын кызматы ошонун дегендерин, үйрөткөн илимдерин, мурастарын өмүргө ашырыш. Дүйнөдө ошону практика киргизиш. Ошо керек.
тигеле устаз жакшы, могу устаз жакшы эле деп ошонун артынан эскен эмес. Сен кыйын, мен кыйын деген эмес. Шал уктасаң дейди. Кудай шал болууга насип этсин, айналайын. Рахмет. Мен ойлаган саган рахмет. Кудай өмүр берсе аксакалы шал болайын. Кудай сен бола аласыңбы, бола алмайсыңбы, убакыт көрсөтөт жан. Бирок Кудай берсе, осы 2000 адамга жакын тыңдап аткан сол курметтеп аксакал деп болсо, соган жетейин мен. Бирок сенин акыбалың кандай болот, Кудай билет жан. Адамдар намазда кейбір адамдар әр кыймылга такбир алат. Неге дейт? Мазхабына байланысты, бирок биздин мазхабымызда саканатка мән берилет. Әкесін еркек емес, анамды ұрған жек көремін десе, ол қандай перзент болады дейді. Перзент бола берет. Сондай перзент бола берет. Әкесін жамандаған, шешесін жамандаған, жек сұрын деген бола берет. Әр түрлі бала бар. Әкенің ақысы, баланың ақысы одан түспейді. Бірақ жақсы нәрсе емес. Мен ораза ұстайын десем, асқазаным ауырады, жара бар, ашығуға болмайды дейді. Не істесем болады? Алла шипа берсін, Халида ханым. Алла шипа берсін. Сіз оразаның кафаратын төлейсіз. Бір күніне бір адамға мұқтажға ас бересіз. Құранда фидияту тоғамы мискин деген бұйрық бар. Егер оған да шамаңыз жетпесе, онда Құдайдан сұрайсыз. Алла мені кешіреді. 100 күндік садақаны беру парыз ба, парыз емес, парыз емес. 100-дік, 7 күндік, 40 күндік, жылдық ас, 54 күндік, 52 күндік, ден рождение, өлген күн деген жоқ. Бұл Құран оқытып, ағайынның басын қосып, бір дүниеде өткенге бір қайыр болсын деген сөз ғана. Ұстаз, Аллах разы болсын сізден дейді. Ұстаз, атым Бектур, дуаңызды алсам болу, дұға қылып қойосыз ба, Қырғызстаннамын дейді. Аллахым разы болсын. Жаман әдеттен арылуға не көмектеседі? Жақсы амалдарды көбейту, жаман күнәларды азайтуға алып келеді. Насыбай арам ба дейді? Әлбетте. Нашид естуге бола ма дейді? Жоқ. Нашид арабша өлең, оны сен түсінбейсің, не керегі бар саған? Құран есті оның орнына. Одан да естігін келсе, қазақтың өзің қай ұлттансың? Сол ұлтыңның сені тәрбиелеген, патриоттық сезім оятқан, анаға құрмет, әкеге іззет көрсеткен өлеңдер бар. Әке, мен сені Меккеге апарам, әлемнің жарығын сыйладың сен маған деп Ғафу Қайырбеков ағаң жазып кеткен Мұқағали атаңмен сол өлеңді айт жаным. Анаңа айтып беріңіздер осы өлеңді өзі. Сіздерде түнгі сағат 1 болып қалды. Мен спокойно отырмын. Тамағым ауырса да кішкене Алла жеңілдік берсін. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын дейді. 5 уақыт намаз оқимын. Намазың мағынасын жаттау үшін қазақша аудармасын оқысам бола ма дейді. Әлбетте болады жаным. Әкем 73 жаста, арақ ішеді, күнде ішпе деп жатты, айтсам ренжиді. Әйелім әкеңмен тұрмаймын деп ажырасып кетті. Қазір әкеммен тұрамын. Бірақ өзім балаларымды күнде уайымда, бірақ әкеме де қарауым керек деп отырмын дейді. Алла разы болсын саған. Әйелді кешірім сұрап алып кел. Әйелді жіберме. Енді ол кетіп қалса, ортаңды бұзба. Бөлек квартираға шығып тұрдым, бірақ барып кеп тұр, қарайласып тұр жаным. Әкеңді де тастама, әйелді де тастама. Аспанда қалықтап үшіп жүрмін. Бұл намазға жорылады. Шошына берем, не істеймін дейді. Имам молдаларға барып, рухия оқытып алыңыз. Жеңгем еркектермен жүргіш дейді. Охо, ағам біле ма, білмей ма, мен білмеймін. Ағама айтсақ бола ма, жеңгеме айтсам тыңдамайды. Ортасында от салғандай болам ба дейді. Алевтина дейді. Болмайды. Айтпа. Ағама жеңгем сай деген бір сөз бар. Егер ол
өзі көзіп құдай ашпаса соған әйелің мындай деп айтуыңыз жақсылық емес. Ортасына от жағу болады. Біріншіден, екіншіден соны көрген жоқсың. Орысша айтқанда свеча ұстаған жоқсың. Үшіншіден сен өз өміріңді ретте. Сол ағаң әйелімен ажырасып кетсе, сен оның киімін жумайсың. Сен оның үйіне барып тұрмайсың. Сен оның үйіңе кіргізбейсің. Сондықтан өз қотырларын өздері қасып, өздері түзелесін. Құранда зина туралы, яғни жеңілсе айтқан жүргіштік туралы аят бар. Сол аятты Алла тағала біреуді жүргіштеп айыптау үшін, яки болмаса неке бұзылатындай сонда халге жеткізу үшін не істеу керек дейді. 4 адам көрсін көзбен дейді. 4 еркек одновременно сол нәрсені көрсін дейді. Түсінікті ма? Сондықтан жаным сол, сен ағаңа жаның ашса, оның семьясына араласпа. Сенің бауырыңа істеген жақсылығың дұға қыла бер Құдайдан. Өз семьяңды, өз басыңды өзің сүйреп ал жан. Сол жақсы. Құдай оған инсап берсін өздеріне. 2 жыл бұрын оқыған таң намазың парызын ғана оқыса болады ма? Әлде сүннетпен қосып оқу керек пе? Өтініш жауап беріңіз. Қаза намаздарын парыз оқылмайды, сүннеттер оқылмайды, парыз ғана оқылады. 7 жастағы балам дұрыс сөйлемейді, дем салдырсам бола ма дейді. Құран үйрет о балаға. Құран үйрет, молдаға апарып бер. Одан кейін 7 жастағы баланыкі неден сөйлемейді ол? Доктор не деп айтты? Аутизм қойса, немесе жаңағы басқа да бір үлкен мидың деңгейіндегі аурулар қойса, оған енді Алла жеңілдік берсін дейміз. Ал енді ЗПР, ЗРР, тағы сол сияқты бірнеше 4-5 не бар, диагноз, оның тілі тарту дұғалармен жөнге келу мүмкін. Жұма күні қарыз оразаны ұстамайды деп жатыр, неге? Қарызды ұстай береді. Жұма күні нәпіл ораза ұстамайды. Нәпіл ораза ұстамайды. Енді қарыз парыз міндетті болған ораза 3. Рамазан айы 1 ай, Рамазанның өткізген қазасы және Рамазанның кафараты. Енді сізде ұстамай деп әдейілеп жұма күні ұстау сәл қиыспайтын дүние. Таспиқта санап отыру міндетті ма? Жоқ, сүннет болады. Кез келген жерге тұрып тарта бересің. Кухняға барып айта бересің. Тұтыққан балаға Құран үйретсеңіз жақсы болады. Намаз сөзі Құранда жоқ деген рас па? Намаз деген парси сөзі. Намаз деген Құранда сола. Зікір деп келеді немесе. Күйеуім дейді, інісінің қыздарын үнемі жабады. Күйеуім інісінің қарыздарын үнемі жабады. Безвозвратна. Соңғы рет қарызын жапқанда зекет болсын деп ниетін бердік. Сол дұрыс па? Дұрыс. Бірақ дұрыс болмайды, егер казино ойнаса, арақ ішсе, басқа уақытта біреуге қарыздар болып қой, басқа жағдай болса, ағайын бауыр осындай де керек. Ағайын бауыр сондай да керек. Неге біз бауырға берген есептейміз? Бауырға, егер сен ол жалқаулыққа үйретіп, масылдыққа үйреткен болса, сонда берме деп айтамыз. Бірақ өмір болғаннан кейін әр қилы жағдай болады жан. Әр күнде ахуал болады. Сол бауыр өліп кеткеннен кейін басқа бауыр жоқ оған. Бауырың бар кезде сен мықты болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не айтады? Мұсылман емес дейді. Кім? Тоқ отырып көршісі аш отырған мұсылман емес дейді. Бұл көрші ақысын айтылған. Бауыр мен бауыр қалай араласу керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болардың алдында көзіне жас алып жылап тұрып, үмбетінің жағдайын айтқан кезде қызы неге үшін сонша жылайсыз дегенде, арзымаған дүние үшін бір бауырдың жүзін көрмей кетеме деп қорқам деген екен. Біз бауырымызға бермейміз. Беретін болсақ сығып аламыз, желкесін шығарамыз. Бастыққа бергеніңді айтшы, дұқың шыдаса. Взятка бергеніңді айтшы, айтпайсың оны. Мұқтаж болған біреуге бергеніңді айтшы, айтпайсың, дұқ жоқ оған. Бауырыңа берген бір нәрсені жегенің желкесін шығарасыздар. Бергенде беріп едім, кітапқа жазып, оны өліп кетсең, кітапқа жазып кететін де бар. Әйеліне өсиет қып кетіп. Не көрдің соншама? Бауырың қайтып келмейтін бір бауырға кеткен нәрсе кетті, болды, Құдайдан қайтады. Бір жатырдан туылып, бірге өмірге келіп, бірге тете болып өсіп, енді кішкене қолыңа бір 5-10 теңге тиген кезде соны бауырға берген нәрсені санасаңыз кім болдыңыз? Бұл байлар мен естіп отқан бақуаттыларға айтып отырмын. Ал енді бергеніне міндет қылса, енді осы жерде мына екіншілерге
айтқым деп тұр. Ағаң айтқан болса, көкірегіңді керме сенде. Қолынан түк келмей ма, ең болмаса ағаның артына ілес. Айтса, өз күнәсін өз арқалап, сауабын өз алады. Кемітеді. Сенің ағаң саған, мен саған бердім, неге істемейсің деп біреу шұқса, апаң саған ақыл айтса, кекірейіп, сөйлегеннің аузы жаман, жылағанның көзі жаман деп кекіреймей-ақ қойыңыз. Қолынан боқ келмей ма, ең болмаса тыныш отыр. Үндемей, сіздікі дұрыс деген жақсы болады. Өзің білме, білгенің тілін алма деген сөз бар. Бұл екі жақты тең қойып айтып жатырмын мен қазір. Сөйлемеу керек саған. Ақша бере беру керек қазір бізге. Сөйлемеу керек. Қалай ол? Қолымнан алдың ба, көтере біл сөзіңді. Көтерсе, сен жақсы болсын деп жатыр. Сіздікі дұрыс де, жақсы сондай болам де. Кедейдің кербезі жаман дейді. Сондықтан қолынан түк келмесе, ең болмаса берген адамға дұрыстап рахметіңді айта біліңіз. Тем более ол бауыр. Бауыр сені бағуға, жетектеуге міндетті емес. Осын жақсы естіп алыңыздар. Бауыр сені бағуға, жетектеуге міндетті емес. Бірақ ол бауыршылық, шүкіршілік, ағайындық, ата-ананың көзі, бір қаннан шыққандығы, бір тарақтан тәрбиелегені ол маңызды дүние. Сол. Ал егерде бай бауыр, кедей бауырдың ақшасын алып, бермей қойса не болады? Бермей қойса Құдайдан қайтады. Болды. Қайыз кезінде тахаджуд вообще намаз оқылмайды қайыз кезінде жаным. Бермей қойса болды, мен соттасып, әбейіліңді түсірудің қажеті шамалы. Аутизм туралы айтуға болады, ол бөлек бір тақырып. Тұмар таққан дұрыс па дейді. Өшел аккаунтта соңғы видеоны салдым, көріңіз. Ассаламағалейкум. Ережеп, Напіль оразасын неше күн ұстаймыз? 7-3 күн ұстау керек деп естіген дұрыс па? Ұстай бересіз. 3 күн, 2 күн, 1 күн, 1 ай ұстасаңыз да болады. Жұмыс істемей бауырына сеніп алатындар бар ғой дейді. Сенетін бауырың барына шүкір десеш жан. Мен бауырым жоқ, жалғызбын. Бауырым болса, бәрін ақ істедім деп тұр. Жоғалтқан пышақтың сауабы алтын дейді. Ардақтылар, бар болса бөлісіңіз, бар болса жақсы сөз айтыңыз. Қолынан келмесе, көкірегіңді кермей, тәкаппарланбай, мұрныңды шүтірайтпай, сенікі дұрыс ағам, сенікі дұрыс апам деп бір ауыз сөзін көтеріңіздер. Біз сондай еліміз. Көтерген еліміз. Жынды болса байлап бақ деген ақыл ұстаған еліміз. Жаман да болса ағамыз, жақсысын қайдан табамыз деген дана сөз бар. Сенің ағаң, бауырың түк бермесе де көтер сөзін. Стамбул қаласында барғанымда дейді, күйеуім мешіттерге кіргізбеді. Ая София мешіті менен Голубая мешітке кіргім келді. Бірақ кірмеді. Бола ма ертең кіруге дейді. Мен емес қой, күйеуіңнен сұрабайсың ба? Бұл біріншіден. Екіншіден, мешітке кіру просто кіргеннен пайда жоқ, намаз оқысаң пайда. Қайыз кезінде намаз оқылмаса, ол қарыз болып есептеле ме дейді? Жоқ. Жоқ. Бұл Алланың жеңілдігі. Бауырдан аямау керек дейді.